Көрісу немесе амал мерекесі бұл еліміздің батыс өңірінде сақталған ежелгі дәстүрлердің бірі. Бұл күн көктемге аман сау шыққан халықтың бір-бірімен қауышып тілек айтатын күні. Аязды қыс мезгілінің аяқталып, шуақты көктем күндермен бірге келетін көрісу мерекесінің маңызы орасан. Бұл күнді асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған дастархан жаяды, тәттілерін қойып, бауырсақ пісіреді. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп, көрісіп шығады. Амал мерекесінде бұрынғы өкпе реніш кешіріліп, араздық ұмытылады. Көрші-көлем бір-бірін шеке асына шақырып, меймандардың отбасына, ағайын туыстарына амандық саулық, құт береке тілейді. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін, бір-бірімен қауышатын мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін күн. Өйткені көрісу салты бір күнмен шектеліп қалмайды, наурыз бойы жалғаса береді. Шығыс елдеріндегі күн күнтізбесі бойынша наурыздың басталуы Хамал немесе Амал айының бірінші жұлдызы болып есептеледі. Хамал тоқты шоқ жұлдыздың ескі парсша атауы болып табылады. Күн мен түн теңеліп, Амал кірген сәтте тоқты шоқ жұлдызы туады. Наурыз сөзі парсының жаңа күн дегеннен шыққан. Ертеде біздің қазақ бұл күнді наурыз демей Амал деген. Осындай ізгіліктерге толы мерекені тойлау негізінен кең байтақ еліміздің батыс өңірлерінде атап өтіледі. Соңғы жылдары Қазақстанда мейрам аясы кеңейіп келуде. Бұл күні үлкендер кішілерді күтіп келгендерге бір жасыңмен жас қайырлы болсын, өмірің ұзақ болсын деп батасын береді. Ұлыстың ұлы күннің бастауы болған 14 наурыз Амал мерекесі құтты болсын, көрісу айты қабыл болсын ағайын.